Урматтуу Касым-Жомарт Кемел уулу, кадырлуу боордош казак агайын туугандар, ардактуу мекендештер жана иш чаранын коноктору. Биз бүгүн бата айтсак алкышы бир, санат айтсак айтышы бир канатташ казак боордошторубуз менен мааниси бийик, шааниси ыйык, ырымы зор орошон окуяда Айкөл Манас атабыздын айкелинин ачылышында жүз көрүшүп кубанып турабыз. Казакстан Республикасынын борбору кадимки Астана калаасында Айкөл Манас атабыздын айкелинин ачылышы, аны ачуу салтанаты бизге буйргандыгы албетте биз үчүн чоң мартаба жана өлчөөсүз бакыт. Даңазалуу Айкөл Манас бабабыз кыргыз элинин ооз эки чыгармачылыгындагы руханий кенчи жана казынасы эле эмес, миңдеген жылдар бою каныбызга, жаныбызга сиңирип келген демибиз жана өзөгүбүз. Байыркы жазма булактар аркылуу 3000 жылдык тарыхы далилденип жаткан көөнө кыргыз эли учу кыйры белгисиз Азия мейкиндигине бирде эл курап, дөөлөт курганга жетишсе, бирде таруудай чачылып, мамлекеттүүлүгүнө шек келип, эгемендик үчүн күрөшкөн далай доорлорду башынан кечирген. Мына ошондой кыйчалыш мезгилдерде дагы кыргыз эли өзүнүн элдүүлүгүн жоготпой, бир далай доор сынактарды башынан өткөргөн. Кыргыздын кылымдар кыйрын сыдырган тарых таржымалы ата-бабаларыбыздын урпактарына калтырган улуу сабак санаты болуп калды. 21-кылым илимий өнүгүүнүн доору болгону менен бүгүнкү күндө деле Манас феноменине жооп таппай келишет. Анткени биздин Балык Ооз, Келдибек, Музооке, Тыныбек, Сагынбай, Саякбай өңдүү манасчыларыбыз Манас эпосунун 5,5 миллиондон ашык сабын жат айтып, аны урпактан урпакка калтырып кетишкен. Манасчылык өнөр бүгүнкү күндө элибизде уланып келе жатат. Дүйнөлүк ооз эки чыгармачылыктын эң улуу эстелиги болгон Манас эпосун изилдөөдө казактын улуу адамдарынын кошкон үлүшүн белгилеп өтүү тарыхый адилеттүүлүк жана бул өтө маанилүү. Учурунда казак элинин чыгаан уулдарынын бири таланттуу изилдөөчү Чохан Валиханов дагы Манас эпосуна кызыгып, кагаз бетине түшүрүп, илимий ааламга жар салган болсо, улуу жазуучу Мухтар Омархан уулу Абьезов Манас тууралуу алгачкы монографиялык эмгек жазганы мүлдө кыргыз казак журтчулугуна жакшы маалым. Урматтуу салтанаттын катышуучулары, бүгүнкү окуя кыргыз менен казак элинин карым-катышындагы тарыхый күн, тамыры бир эки элдин боордоштугунун ырастаган улуу күн. Айкөл Манас менен Эргөкчөдөй бабаларыбызды, Токтогул менен Абайдай акындарыбызды, Чыңгыз менен Мухтардай улуу жазуучуларыбызды жараткан асыл элдин тукумдары катары жалпы кыргыз казак эли бул күндү толкунданып, жетине албай, аруу тилек менен күтүп келгенине бекем ишенемин. Азыр биз кыргыз казак карым-катнашынын өнүктүрүүнүн жаңы доорунун босогосунда турабыз. Эки мамлекет жетекчилеринен тарта, эки элдин ар бир азамат уулдары кыргыз казактын орток тарыхын, орток маданиятын, орток салт санаасын байытуу менен андан ары жайылтуу аракетин жалгаштыра бериши абзел. Сан кылымдарды бирге карыткан эки элдин болочогу мындан башкача болушу мүмкүн эмес. Ардактуу замандаштар, Айкөл Манастын айкели казак жергесинде тургузулушу эки элдин биримдигин, боордоштугун дагы бир ирет тастыктаган үлкөн окуя болду. Мен жалпы кыргыз элинин атынан Казакстан Республикасынын президенти урматтуу Касым-Жомарт Кемел уулуна жана дили менен тили бир, жүрөгүнүн тилеги бир эки элдин ынтымагы деп Айкөл бабабыздын эстелигинин ачылышына өз үлүшүн кошкон бардык адамдарга чын ниетимден ыраазычылыгымды билдиремин. Коңшудан артык коюн колтук алышкан, куда сөөк болушкан бир тууган эки элдин достугу, боордоштугу арта берсин. Биз бир тууган элдербиз. Ошондуктан кыргыздын залкар акыны Байдылда Сарногоевдун ыр саптары менен сөзүмдү бүтүрөйүн. Казак кыргыз биримизге бирimiz, камкор болгон агамызда инimiz. Эжелден таттуу өмүр сүргенбиз, улутумуздун достүрүн сактап келемиз. Сол достүрдөй аскактасын аркашан, боорум деген, бауырым деген үнүмүз деген экен. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Бүгүн биз эки эл үчүн тарихий мән маңызы зор айтылуу окуйгага жиналып отурбуз.
Елордамызда Айкөл Манастың еңселі ескерткіші бой көтерді. Бұл ең алдымен қазақ халқының қырғыз ағайынға деген риясыз құрметінің белгісі. 2 жыл бұрын Бішкекте Ұлы Абайдың ескерткіші ашылғанын білесіздер. Мен сол шараға арнайы барып қатыстым. Мұндай игі бастамалар екі елдің достық байланысын нығайта түсетіні сөзсіз. Қазақ пен қырғыз ежелден іргесі де, еншісі де бөлінбеген бауырлас халықтар. Біздің тарихымыз, тіліміз, өмір салтымыз және таным түсінігіміз бәрі ортақ. Хаким Абай еш қазақ қырғыз бен қазақтың бір тұқымдас екеніне таласпайды деген. Ал Молда Қылыш қырғыз қазақ алаштан деп жырлаған. 1000 жылдық тарихы бар Манас жыры барша адамзат руханиятында өзіндік орны бар бірегей мұра. Оны тек қырғыздың емес, тұтас түркі жұртының баға жетпес қазынасы деуге болады. Шын мәнінде бұл эпосты құрмет тұтпайтын қазақ кемде-кем. Қазақстанда Манас есімді 6000-нан астам адам бар. Мұның өзі ұлы тұлғаға және тарихи эпосқа деген ерекше құрметтің белгісі. Ұлты қырғыз емес, жалғыз манасшы Баянғали Әлімжановтың қазақ екенін айта кеткен жөн. Ол азамат та бүгін осында. Біздің мәдени мұраларымыздың тамыры бір. Асан Қайғы, Кетбұға, Жиренше, Толыбай сыншы есімдері екі елдің де ауыз әдебиетінде кездеседі. Сондай-ақ атақты шөже Қажы Аубайұлы екі елге ортақ ақын. Қазақ пен қырғыздың әйгілі тұлғалары қай кезде де өзара тілектес, ниеттес болған. Жамбыл мен Тоқтағұлдың, Кенен мен Османқұлдың, Мағжан Жұмабаев пен Қасым Тыныстановтың, Мұхтар Әуезов пен Шыңғыс Айтматовтың достығы осының айқын көрінісі. Ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан мызғымас достығымызды нығайта түсу ортақ парыз. Біз әрдайым жақсылықта бірге қуанып, қиындықты бірге еңсеріп келеміз. Қазір Қазақстанда су тасқыны болып жатыр. Осы тұста қырғыз ағайынның еш шақыру күтпестен бірінші болып көмек қолын созғанын ерекше атап өткім келеді. Шынайы бауырластық деген осы. Мен қазақ елінің атынан барша қырғыз жұртына зор ризашылығымды білдіремін. Қадірлі ағайын, бас қаламызда бой көтерген осы сәулет туындысы түбі бір түркі жұртының бірлігін көрсетеді. Бұл Манасқа ғана емес, қазақ пен қырғыздың мәңгілік бауырластығына қойылған ескерткіш. Мен екі елдің достығы ешқашан мызғымайды деп сенемін. Айкөл Манастың алып Манастың рухы асқақтай берсін. Бір туған халықтардың бірлігі баянды болсын. Ырысты ынтымағымыз арта берсін.